Жаңалықтарымызды онан әрі сабақтасақ. Қазір балықтардың уылдырық шашатын кезі. Сондықтан оларды аулауға тыйым салынған. Осыған қарамастан қаскөйлердің тірлігіне тоқтам болмай отыр. Базбіреулері төлдеп жатқан бұғыларға да қауіп төндіретін көрінеді. Осы орайда табиғат ананың үлкен сыйын ысырап етпеуді көздеген арнайы топ құрылды. Оған жайылма қоғамдық бірлестігі бас болып отыр. Қандай тірліктер атқарып жатыр? Келесі бейнематериалды қараңыздар. Жайылма және биоген қоғамдық бірлестіктері ұйымдасқан түрде тың шараны қолға алуда, өзен көлдердегі балықты қорғауға өздерінше үлес қоспақ. Табиғат ананың тамаша сыйы саналатын бұғыны қорғауға да аса мән бермекші. Бұл үшін су көлігі өз жұмысын бастады. Бұл Ресейден сатып алынған моторлы қайық жылдамдығы сағатына 120 шақырымға дейін жүреді. Небәрі 40 литр жанар жағармайды қажет ететін техника діттеген жерге дер кезінде жетеді. Сондай-ақ дыбыс күшейткіш құралы мен дабыл қаққыш сынды өзге де тетіктерінің арқасында әжетке жарап тұр. Барлық балықтарға тосқауыл қоятын браконьерлерді ұстауға жақсы жаңа үлгідегі қайыққа келіп отыр екен. Қазір осының куәсі болып, Дарияның бойын қазір аралап жатырмыз. Бізде мынау Сырдария өңір бойында бізде Бұқар бұғысы бар, Дарияның бойында орналасқан. Және мынау Дария бізде ол қызыл, қазір бізге мынау қызыл неден бастап, Көксарайдан бастап, мынау Амангелді өзі Сырдария өзенінің бойына дейінгі шекаралас жердің барлығын біз осы қараймыз. Біз Тоғайдың жалпы Тоғайға қараймыз. Мынау Дарияның ішіндегі барлық осы болып атқанға мынау қазір қайық өте ыңғайлы жақсы болып отыр. Алып келген бұл кісілердің көмегі. Осы қайықты сынап көруге аталмыш бірлестік мүшелері Сырдария бойындағы Тораңғыл көліне арнайы ат басын бұрды. Мақсаттары біреу балықты рұқсатсыз аулайтындардың жолын кесу, әсіресе оны тоқпен қырып салатындарды қатаң қадағалау. Нысанадағы жерге жеткен бетте қармақтарын тастай қашқан біреулерді байқадық. Өкініштісі сол ұстатпай кетті. Олар арнайы топ құрамындағы Боран Түркістан қауіпсіздік қызметінің шұғыл жасағын шаңғаптырды. Бұған өңірлік табиғи саябақтың қорғау өкілі мен Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ботаник қауымы да куә. Осыларға жақсы уылдырық шашу үшін барлық жағдай жасау керек. Браконьерлерден сақтауымыз керек. Сол браконьерлерді сақтау үшін осында бірнеше мекемелер бірлесіп жүргізіп жатыр, бірақ оның ішінде оларға керекті жағы деміз суда жүретін қайық болатын. Сол қайықты бүгін осы ГЕФ-тің несі бойынша көмегімен алынып отыр. Бұған дейін жергілікті тұрғындар уылдырық шашатын кезде балықты баудай қырып жатыр деп дабыл қаққан болатын. Соны барлау мақсатында көлдің айналасын қайықпен шолып шықтық. Барған жерлеріміздің бәріне де өздерін емес, браконьерлердің іздерін көрдік. Енді осы топ бақылауды күшейтсе, басқалардың аяқтарын андап басатыны анық. Біз дәл қазір сыр бойындағы Торан көлінде тұрмыз. Мұндағы балықтардың қорғауына жайылма қоғамдық бірлестігінің тигізер ықпалы орасан зор. Соның ішінде әлемдік жабайы табиғатты қорғау қорында мұрындық болып отырған жайы бар. Бұл бірлестіктің алдағы мақсаты осы балықтарға қарсы браконьерлік топтарды құрықтау және олардың алдын алу шараларын ұйымдастырмақ. Көлдердің ішіндегі балықтарын қорғау мақсатында біз мынау жабайы табиғатты қорғау қорының есебінен глобальный экологический фонд дейді. Соның есебінен мұны қатырап отырмыз. Бұл кез келген скоростта 80-менен жүреді. Олар балықпен бірге Бұқар бұғысын да өз қорғауына алмақшы. Дәл қазір төлдеп жатқан бұл жануардың тұқымбақтан небәрі 30 басы тіршілік етуде. Моторлы қайықтың арқасында оларды күзету жайы жеңілдей түспекші. Жайылма қоғамдық қоры қоғамдық бірлестігі осы жұмысты бастамалы. Катерді алып, бүгін тексеруден шықты. Бәрі жақсы жұмыс істеп жатыр. Жылдамдығы да дұрыс. Лесхоздың жігіттері, университеттің жігіттері бәрі осы жерде қосылып қазір. Осы қазір нерес дейді ғой, балықтар уылдырықтарды шашады. Соны бір ай бойы осы жұмыстарды істеп, лесхоз, полиция, прокуратура бәрі қосылып. Бірлестік облыстық балық инспекциясымен бірге меморандумға отырған. Ақмарал Ғаниқызы, Нұрболат Туашев, Тұран, Түркістан.